Сәлем жас түлек, оқу сауаттылығынан жоғары балл алған келеді. Алайда оны қалай алу керек екендігін білмейсің бе? Ендеше мен ұсынған 5 әдісті қолдан. Дәл осы әдістерді білсең, осы арқылы дайындалсаң, сен оқу сауаттылығынан жоғары балл алатын боласың. Ендеше әр әдіске жеке-жеке тоқталып көрейік. Мен ұсынатын бірінші әдіс мынадай. Ең алдымен стиль түрлері жайлы жақсылап біліп ал. Себебі тестте жиі кездесетін сауалдардың бірі ол стиль түрлері. Стильдің түрлерін ғана білумен қатар, оның ерекшеліктерін, айырмашылықтары мен ұқсастықтарын ұғын. Яғни біздің дәл осы курста стильдің әр түріне жеке-жеке тоқталып, оны толықтай түсіндірген болатын. Сондықтан дәл осы видеоларды бірнеше рет қарауға кеңес беремін. Мен ұсынатын екінші әдіс. Пайымдау дегенне, баяндау дегенне, сипаттау дегенне. Жалпы былай қалып қараса, қарапайым сұрақтар. Алайда оқу сауаттылығындағы көп оқушылар дәл осы сауалдардың ережесін білмегендіктен төмен балл алып жатады. Сондықтан мұндай қарапайым ережелерді, мәтіннің түрлерін анықтап алудан еш қорықпа. Керісінше, бар ойыңды осындай басты ережелерге назар аудар. Мен ұсынатын үшінші әдіс ол өте қарапайым. Ең алдымен мәтінді оқымай тұрып, сұрақтарды оқы. Егер де сен сұрақтарды оқып, оның не жайында сұрап тұрғандығын түсінетін болсаң, мәтінде дәл сол сұрақтың жауабын табу да, түсіну де әлде қайда оңайға соғады. Мен ұсынатын төртінші әдіс ол мәтінді мұқият оқу. Мәтін оп-оңай көрінгенімен көп оқушылар оны тек бір рет қана оқып, үнемі төмен балл алып жатады. Яғни мұндағы төмен балл алуының басты себебі оқушының мұқиятсыздығында. Сондықтан мәтінді үнемі мұқият, зер салып оқы. Тек сонда ғана сұрақтарға дұрыс жауап бере аласың. Мен ұсынатын бесінші тәсіл ол оқу сауаттылығына деген ойыңды өзгерт. Егер де сен осы уақытқа дейін 20 балл алып көрмесең, немесе 20 балл алудың қандай екенін білмесең, үнемі оқу сауаттылығынан төмен балл алатын болсаң, онда дереу әрекетке кіріс. Себебі оқу сауаттылығы оңай, ол жай ғана 20 балл береді ғой деп оған назар аудармай қарама. Себебі грантқа түсу үшін ұбт-дағы әрбір дұрыс жауабың, әрбір балың маңызды. Сонымен жас түлек, мен ұсынған дәл осы 5 әдісті қолдансаң, сен оқу сауаттылығынан үнемі 20 балл алатын боласың. Сондықтан осы әдістерді есіңнен шығарма. Келесі кездескенше сау бол.